мен Қазақстан салыстырып жатырмыз. Иә. Бұл жерде мысалы қаңтар айында міне Өзбекстанда 31 тамыз үш-ақ мереке бар бір жылда. Мұстақилық майрам деп тойлайды. Сосын Наурыз дейді, 21 Наурыз тойлайды, ұлыстың ұлы күні. Сосын Құрбан айтты тойлайды. Болды, үш-ақ бір жылда үш-ақ мемлекеттік мейрам бар. Қазақстанда Құдайдың құтты күні 365 күн бойы бір жыл бойы тойлай береді ғой қазақ. Жағам ұстадым. Орыстың да тойын тойлайды, жаңа жылда сөйтіп, ескі жаңа жыл 14 қаңтарда тойлайды, кеттік бәрі қарай. 18, 19, 20 крещенский мороз деп тойлайды. Одан кейін Валентин күнінде 14 ақпан, Валентин қайдағы, Құдай біледі, Испания, Европадағы, Ирландияда шыққан, оны тойлайды. Валион деп 7000 краскілеп, оны да тойлайды. Кейін 8 наурыз, 1 наурыз, жаңағы күресу күні 14 наурыз, ұлыстың ұлы күні 3 күн қатарынан тойлайды. Әрі қарай Қозы көрпеш күні деп 15 сәуірді тойлайды. Қысқасы мереке көп. Мереке деген әкелер күні, қыздар күні 8 наурыз. Жақсы, ары қарай кеттік. Енді қараңыз, тойлай береді. Одан кейін қала бер туған күні тойлайды екен. Сұмдық. 60 күн, 70 жас, 80 жас. Тұңғыш президенттің күні. Тұңғыш президенттің күні. Бітпейтін той томалақ, Құдайдың құтты күні бұл той. Ондай ысырапшы, сосын оған шашылып жатқан қаржы бюджеттен. Ойбай, адамның төбе шашы тік тұрады. Сондай бюджетті тонаумен айналысады екен. Сосын жаңа жылдағы шыршаларға қыруар ақша тауып, ана Ерлан жаңағы Павлодардың әкімі сотталып кетті кезінде. Кейін келді ғой. Ерлан кім еді? Арын деген кісі. Бір шыршаға 40 миллион шығарып. Сол секілді осы нәрселерді біз көрмей көрдік қой. Біз білмейміз ғой. От шашу түнде осылардың бәрін көрмей келген қазаққа бізге. Одан кейін қарапайым қазақтың тілін қараш. Мен өзге елден келген қазақтың көркем әдебиетін оқып, Алматының кітабымен оққан, Тамды ауданында мен өскен жерде. Бір өзбек, бір орыс жоқ. Қазір барсаң да сол. Қараңыз. Сол жерден келіп отырмын ғой, бірақ солар отырып алады да, сен өзбексің, өзбектің тарихын білесің, Қазақстанда, сен дін білмейсің. Кешіресің, мен қазақтың кітабымен қаруланған адаммын. Оның барлығын жыраулардың жатқа айтып беремін бәрін, кез келген. Сонда қарап отырсаңыз, қазақтың көп шоғырланған Шымкенттің өзінде қазақтың тілін басын жарып, көзін шығарып, жүн жылған тауықтай туталақайын шығарады. Орыстың кірме сөздері өріп жүр. Даже, уже, оказывается, за базар отвечает стопудов до натуры, бірдеңе сөздің арасында өріп жүр. Айналайын қазақтың көркем әдебиетімен дұрыстап сөйлесейші, айналайын. Не айтып тұрған өзі білмейді. Оған енді ағылшынша кірді сленгтер. Жарайды. Кеше ғана бір ағамыз звондап жатыр, Павлодар, мына Маңғыстаудан. Маңғыстаудың алақандай ғана жерінде Бейнеу деген аудан бар. Сол Бейнеудің қорытындысы 25 жылы ойлап қара, 9, 10, 11 сыныптың оқушы қыздары 59 қыз екі қабат болып қалған. Құдай сақтасын, астағфиралла. Мен жағам ұстадым ананы. Бұл Өзбекстанда жоқ. Жоқ. Ондай, мен сізге айтайын, мен төбемде Құдай тұр. Барса